Сәлем достар, жер бетіндегі 4 мезгілдің алма-кезек ауысуы заңды құбылыс. Дегенмен, бұл құбылыс кей жерлерде қайталана бермеуі де мүмкін. Қабыл алыңыз, әлемдегі ең суық 10 мекен. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Денали, ақш. Денали немесе Маккинли солтүстік Америкадағы қарлы шың. Биіктігі 6194 метрді құрайды. Ертеден ақ жер бетіндегі ең суық қарлы шың деген атауға ие болған. Бұл жерде қыста ауа температурасы -40 градус болады. Деналиде тіркелген ең суық температура -73 градусты құраған. Нортайс, Гренландия. Нортайс, Гренландияда орналасқан әлемдегі ең қатал жерлердің бірі. Бұл жер 1952 және 1954 жылдар аралығында Британияның солтүстік Гренландия экспедициясының бұрынғы полярлық зерттеу бекеті болған. Бекетте ғылыми зерттеуді Джеймс Симпсон жүргізген. Зерттеу жұмыстары кезінде осы аймақта тіркелген ең төменгі температура -66 градусты көрсеткен. Снег, Канада. Снег, Канаданың Юкон аймағында орналасқан кішігірім ауыл. Бұл жердегі ең суық мезгіл қаңтар айында болады екен. Осы айларда Снег елді мекендегі ең төменгі температура -63 градусқа дейін жетеді екен. Оймякон, Ресей. Оймякон Ресейдің Якутия жерінде орналасқан кішігірім ауыл. Бұл жер әлемдегі ең суық елді мекен. Оймякон теңіз деңгейінен 700 метр биіктікте орналасқан. Жазда бұл елді мекендегі температура -20 градусқа төмендесе, қыс айларында бұл жердегі суық -65, -70 градусқа дейін барады. Верхоянск, Ресей. Тағы да Ресей жерінде орналасқан елді мекен. Саха республикасындағы Верхоянск қаласының тұрғындарының саны 1000-ға жуық. Әдетте, бұл жердегі ауа температурасы -45 градусты көрсетеді. Ал ең төменгі тіркелген ауа температурасы -69,8 градусты көрсеткен. Плато бекеті, Антарктида. Плато Антарктидада орналасқан зерттеу бекеті. 60 жылдары 2 жыл зерттеу жүргізу үшін ашылып, қазіргі уақытта жабылған зерттеу орны. Бұл жердегі тіркелген ең суық ауа температурасы -86 градус болған. Айсмитте, Гренландия. Айсмитте өткен ғасырдың 30 жылдары салынған зерттеу экспедициясы. Ол Гренландияда орналасқан. Бұл жерде құрылыс жүргізу мүмкін болмағандықтан керекті ғимараттар қардан жасалған. Айсмиттедегі тіркелген ең төменгі температура -65 градусты құраған. Бұл жерде ауа температурасы 0 градустан мүлде көтерілмейді екен. Клинк, Гренландия. Бұл жердегі тіркелген ең төменгі температура 69,4 градусты құраған. Клинк Гренландияда орналасқан арктикалық зерттеу экспедициясы. Бұл жерді зерттеушілерден басқа адамдар мекен етпейді. Эврика. Эврика Канададағы Эллесмер аралына жақын маңда орналасқан зерттеу бекеті. Эвриканы да әлемнің ең суық жерлеріне жатқызады. Ол 1947 жылы метеорологиялық бекет ретінде салынған. Бұл жердегі ауа температурасы -40 градустан төмен көрсеткіш көрсеткен екен. Шығыс бекеті, Антарктида. Шығыс бекеті 1957 жылы арктикалық мұздарды зерттеу лабораториясы ретінде ашылған. Теңіз деңгейінен 3500 метр биіктікте оңтүстік геомагниттік полюсте орналасқан зерттеу бекеті орыстарға тиесілі. Мұнда қашанда жан түршіктірер суық болып тұрады. 1983 жылдың 21 шілдесінде осы жерде ғаламшарымыздың ең төмен температурасы -89,2 градус тіркелген. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған QLive арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.